көрерmenler. Men bugün sizlerge üydün içki sılağın kalay sılağı gerek soğunu көрсөтөтүн болом. Üydün içki mынандай kum sılaqpен сыланған дайын сылақтың үстінен нефказ тартатын боламыз. Ол үшін бізге бірінші kum sılağımыздың üstінен грунтовкасын жағып аламыз. Мындай арнайы ыдыста грунтовканы шелегімізге құйып аламыз. Валикпенен дуалымызға грунтовкамызды жағып аламыз. Дуалымыздың барлық жеріне осындай грунтовканы жағып алу керек. Грунтовкамызды жағып алдық. Енді бұның кебуін күтеміз. Мұнда шелегімізге су құйып аламыз. Кішкене жартыдан азырақ қылып құямыз суды. Судың үстінен сылаққа арналған ұндағымызды salamız. Mikser gerek olsun. Osman aralastırıp sılağımızı dayındап аламыз. Сылағымызды дайындап алдық. Енді осыны дуалымызға жағамыз. Мінеки жаңағы жаққан грунтовкамыз кепті. Енді осының үстінен жаңағы дайын болған сылағымызды жағамыз. Егер де видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сылағымызды жағу үшін бізге мынандай құрал керек, саймақ. Осылай жағып аламыз. Бұлай астына тартамыз. Жоғары қарай. Бұлай қылып сылағымызды жағып алғаннан кейін бұлай ұстап осылай тартамыз. Осылай тартамыз. Бұлай емес, бұлай кішкене. Күш салудың қажеті жоқ. Осылай тартып шығамыз. Сонда тегіс шығады сылағымыз.